Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тез арада дайындалатын, аз ғана зат кететін салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге саңырауқұлақ қажет. Саңырауқұлағымызды алдын ала тазалап, жуып алатын боламыз. Және де видеода көріп тұрғандай, ірі етіп турап шығамыз. Мінекей барлығын дәл осылай турап алатын боламыз. Және де пиязымызды да дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақ қылып турап шығамыз. Және де бізде алдын ала пешімізді қыздырып қойып, қызып тұрған тапамызға майымызды құямыз. Және саңырауқұлағымызбен пиязымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай бұрышымызды және тұзымызды салып, қызартып қуырамыз. Келесі бізде қияр қажет болады. Қиярымызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерге апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Алдын ала пісіріп алған тауық етін видеода көріп тұрғандарыңыздай турап шығамыз. Барлығын ірі ғып турап шығамыз. Келесі бізде көкшөп, қалаған көкшөптеріңізді қолдансаңыздар болады. Және де бізге чеснок қажет болады. Чесногымызды да ұсақ етіп турап шығамыз. Мінекей барлығын турап алдық. Енді ыдысымызға майонезімізді, егер майонез болмаған жағдайда айранымызды салып, оның үстіне көкшөбімізді, чесногымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға барлығын салып, консервідегі жүгерімізді салып, араластырып алған майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және де сухарик саламыз. Қалаған сухаригімізді немесе керешке салсаңыздар болады. Мінекей достар, дәл осылай тез әрі дәмді салатымыз дайын болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Егер видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.